Корзина тоқу үшін бізге трикотаж жіп керек, екі түсті. Ағаш донышко. Ол өзіңіздің корзинаңыздың қандай қылғыңыз келгеніне байланысты әртүрлі размерде алуға болады. Менде 20 см диаметр, 20 см донышко. 7 мм крючок, 4,5 немесе 4 мм крючок және қайшы. Міне бар болғаны осы заттар керек. Тоқуды бастаймыз. 4 немесе 4,5 мм крючокпен бастаймыз. Жіпті кез келген тесігінен бастап, жіпті өткізіп аламыз. Енді осы жіппен жай ілмек тоқимыз. Бір ілмек тоқимыз, воздушная петля дейді. Енді мына ұшын мына жерге ішіне қарай тоқып жібереміз. Крючогымызды келесі тесікке кіргіземіз. Мына жіп былай тұр. Мына тоқып отқан жібімізді осы тесіктен өткізіп аламыз. Крючокта 2 ілмек болды. Енді осыдан жіпті өткізіп тоқимыз. Ары қарай. Міне осылайша жалғастырып тоқи береміз. Осылай айналдырып, мына жерге дейін тоқимыз. Міне соңғы ілмекті тоқыдық. Енді мына екеуінің арасын қосамыз. Ол үшін жіпті қиямыз. Осы мына бірінші ілмектен мына жіпті өткіземіз. Және мына шыққан жеріне қайтадан кіргіземіз. Сонда міне осылай болып бірігіп кетеді. Ал мына ұшын араларына кіргізіп жібереміз. Енді мына тесіктерді бітейміз. Бұл тесіктерді бітемей-ақ қойсаңыз да болады. Ал егер ұсақ заттар салынатын болса, корзинаға шашып қалатындай заттар салынатын болса, бітеу қажет. Ол үшін жіпті өткізіп аламыз кез келген жерден. Мына ұшын қазір қосып тоқып жібереміз мына жерге. Өткізіп алдық. Енді крючокты кіргіземіз. Ұшын былай қоямыз. Жіпті өткізіп аламыз да. Жай ғана мына ілмектен, бірінші ілмектен өткіземіз. Камерамен ыңғайсыз болып тұр. Сіздер тоққан кезде алдыңызға алып, ыңғайлап отырып тоқисыз. Тағы да жіпті былай айналдырып жібереміз. Тағы да өткіземіз. Келесі тесіктен мына жіпті былай айналдырып жіберіп отырмыз. Міне осылай айналдырып, мына жерге дейін айналып келеміз. Міне айналып келдік. Енді арасын қосу үшін жібімізді тағы үземіз. Мына бірінші бастаған ілмектен өткізіп аламыз. Енді мына шыққан жеріне донышканың астынан кіргіземіз. Міне осылай болды, ешқандай бөлінбей кетеді. Ал мына ұшын
араларына жасырып өткізіп жібереміз. Енді ары қарай негізгі картинканың қабырғасын тоқимыз. Бізде міне екі бет бар, мынандай беті және мынау теріс беті. Осы теріс бетін біз картинаның іш жағына жібереміз, мынаны сыртқа түбіне қалдырамыз. Енді біз мына 7-ші ілмекпен тоқуды бастаймыз. Кез келген жерден міне бізде мынандай өрім бар, өріліп түсті. Осының мына бір тіннен өткіземіз крючокты. Және мына жерде мына теріс жағынан түскен петля бар, содан өткіземіз. Перемычка дейді осы жақ. Осылай өткіземіз екеуінен. Жібімізді шығарып аламыз. Бір жайбаған тоқып аламыз. Енді келесісінен тағы да солай өткіземіз. Енді мына жіптің оң терісі бар, мына теріс жағы оратылған, оң жағы. Осы оң жағымен былай әдемі түсу үшін біз крючокты мына теріс жағына жатқызып ілеміз. Теріс жағы соған жатқызып, осылай іліп шығарамыз жіпті. Сонда мына оң жағымен түсті. Енді крючокты босатып аламыз. Бізде крючокта міне екі ілмек тұр, мынау қысқа және ұзын. Крючокты босатып алып, былай қарама-қарсы кіргіземіз, және мына қысқа ілмекті мына ұзыннан былай шығарып аламыз. Міне осылай болып шықты. Енді бір жай ілмек тоқимыз. Енді тағы да жаңағыдай өткіземіз крючокты. Осы өткізген кезде мына жіптің өтуіне мән береміз, яғни теріс жағына крючок жатқызып ілеміз. Енді босатып аламыз да, дәл жаңағыдай теріс жағына, қарсы жағына өткізіп аламыз. Тағы жайбаған тоқимыз. Жай ілмек тоқимыз, воздушный петля. Өткіздік. Жіпті шығарып аламыз. Крючокты босатып, қарама-қарсы жағына өткіземіз. Қысқа ілмекті ұзын ілмектен өткізіп аламыз. Жай ілмек тоқимыз. Осылай қайталап кете береміз. Мына жіптер қисайып кетуі мүмкін, мына ілмектер. Бұны былай тартып түзеп отырамыз. 5-6 ілмек тоққаннан кейін осылай түзеп отырсаңыз болады. Осылай айналып келеміз мына жерге. Міне қатарды аяқтадық, енді арасын қосу керек. Мынаны артынан арасына байтақ жібереміз. Міне соңғы ілмекті тоқыдық, енді воздушный петлямызды тоқып аламыз. Енді мына жаңағы ең бірінші бастаған жерімізде мына галочка тұр. Соның ең түбінен крючокты енгіземіз. Жіпімізді шығарып аламыз. Дәл жаңағыдай былай өткіземіз қысқа ілмекті ұзын ілмектен. Міне бұл соңғы, бірінші қатардың соңғы ілмегін тоқылдым. Енді екінші қатарға өту үшін мына ілмекті воздушный петля тоқымаймыз. Осы ілмекті өткізіп аламыз. Ол үшін крючокты мына бірінші ұзын ілмектің түбінен өткіземіз теріс жағынан. И мына ілмекті сол жерден өткізіп аламыз. Енді воздушный петля тоқып аламыз бір. Енді екінші қатарды тоқимыз. Ол үшін енді мына ұзын ілмектердің араларынан тоқимыз ұзын ілмектерді. Ол үшін крючокты мына жерден ортадан кіргіземіз. Сонда ол теріс жағынан қарағанда
мына жерде мынандай L әрпі сияқтылар бар, міне. Крючок осының ортасынан өту керек. Мына жерден өту керек. Былай кіргізгенде, міне, мына жерден өту керек. Жібімізді дәл жаңағыдай теріс жағына жатқызып шығарып аламыз. Дәл енді жаңағыдай қайталаймыз. Осылай қайталап тоқимыз. Жай ілмек. Тағы да жібімізді, крючогымызды осы жерден кіргіземіз. Мына L әрпі сияқты, галочка сияқты, соның ортасынан өту керек крючок. Крючокты босатамыз. Воздушная петля. Мына жерден кіргіземіз. Осылай жалғастырып кете береміз. Мынандай дұрыс болмаған жерлерін дұрыстап жібереміз. Осылайша мына жерге дейін айналып келеміз. Міне 3 қатар тоқыдық. Енді қазір екінші түсті қосамыз. Мына жерде соңғы ұзын петляны тоқимыз. Жай ілмек тоқыламыз. Енді осы соңғы жай ілмекті ұзындау қыламыз. Мына қатарларда да қатарды қосқан кезде ұзындау қылып аламыз. Енді мына жерден жаңағы алдыңғы қатарлардағыдай біріктіреміз. Енді мына жіпті қиямыз. Тастаймыз. Айта кететін нәрсе, осыны қабырғасы биіктемей тұрғанда мына бастаған жіпті те арасына жасырып жібереміз. Осылай жасырып жібереміз. Міне жасырып жібердік. Мына жіпті де жасырып жібереміз осылай. Енді екінші түсті қосамыз. Мына жіпті өткізіп алдық. Енді воздушный петляны екінші түспен тоқимыз. Мына ұшты арасына бірге тоқып жіберуге болады бірден, немесе онда қазір бір қатар тоқып болған соң арасына жастыруға болады. Мен қазір бірге тоқып жіберемін. Енді дәл жаңағы алдыңғы қатарлардағыдай тоқимыз. Яғни мына екі ұзын петляның арасынан өткіземіз крючокты. Ол мына теріс жағынан қарағанда мына птичканы, мына Л әрпі сияқты птичка сияқты тұр ғой, соны мына ортасынан өту керек. Яғни былай өту керек крючок. Яғни барлық қатарда осылай тоқылады. Өткіздік, крючокты шығарып бірінші ілмекті өткізіп аламыз арасына. Бір воздушный петля тоқимыз. Келесі екі жіптің арасынан өткіземіз. Осылай тоқи береміз. Міне мен соңғы қатарымды тоқып болдым. Мен екі қоңыр қатардан кейін 4 қатар тоқыдым. Сіз өзіңіз білесіз, қаншалықты биікке қылғыңыз келеді, соған сай тоқисыз. Енді міне соңғы ұзын бағанды тоқыдым. Жай ілмек тоқып аламын. Енді мына жиектерін қалай тоқимыз? Енді мына соңғы ілмекті біз бағанағыдай былай артқа қарай өткізбейміз. Осы тұрған күйінде біз жиектерін тоқимыз. Мына бірінші бастаған ұзын ілмектен кейінгі ілмекке крючокты енгізіп, жіпті шығарып аламыз. Және енді былай қатар тоқымаймыз баған. Тек жай ғана мынадан өткізіп аламыз. Осылай өткізіп аламыз.
тағы да ұзын бағаннан кейінгі бағанға енгізіп шөлмесін шығарамыз да жай ғана өткізе аламыз. Тағы да. Яғни осылай біз өрім сияқты өріп түсіреміз. Бұл жолақ жиекті мысалға мына түспен де тоқуға болады, өзіңіздің екінші түсіңізбен де. Ол бәрі өзіңіздің қалауыңызбен. Осымен корзинамыз аяқталады. Мына шетіне дейін келеміз.